Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмі өте керемет болып шығатын қарақұмық, яғни гречка дайындаймыз. Ол үшін бізге 200-300 грамм тартылған ет, 40 қабат, пияз, сәбіз, картоп, 250 грамм қарақұмық, тұз, бұрыш, дәмдеуіштер керек. Және де мен осы тамаққа кеше мантыдан қалған пияз, асқабақ қосылған фаршты қосамын. Шұңғыл ыдысқа немесе қазанға май құйып, ұсақтап туралған пиязды қуырамыз. Оның артынан тартылған етті салып қуырамыз. Және де алдында айтылғандай, мантыдан қалған аздаған фаршты да осыған салып қуырып жібереміз. Жарты сәбізді үккіштен өткізіп қосамыз. Мен дәмдеуіш ретінде тұз, қара бұрыш, паприка, кориандр қостым. Және бір ас қасық томат пастасы. Аздаған су қосып, 5-6 минуттай бұқтырамыз. 40 қабатты және картопты ұсақтап турап қосамыз. Қарақұмықты суға тазалап бірнеше рет жуып, сеткамен сүзіп аламыз. Енді кастрөлге шамамен 200 граммдай су құямыз. Ол қайнағаннан кейін қарақұмықты саламыз. Егер суы көбірек болса, соғұрлым жұмсақ болады. Қарақұмықты салғаннан кейін 10-15 минуттан кейін піседі. Біздің отбасында жиі жасалатын және сүйіп жейтін тағамдарымыздың бірі. Жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, комментарий жазып, лайк басыңыздар және менің каналыма тіркеліңіздер. Және де осылай үстіне сармай қосып жесеңіздер, тамсанып жейтіндеріңізге сенімдімін. Видео ұнаса лайк басыңыздар, келесі видеода кездескенше.